Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай жасалатын салат дайындаймыз. Қосатын қоспаларымызды төменге жазып қалдырамын. Қиярды жіңішке ұзынша етіп турап аламыз. Қызанақты жіңішке етіп тураймыз. Сырды әдемі көріну үшін үшбұрышты етіп турадым. Пекин капустасын қосамыз. Тазалап жуып алып, төртбұрышты етіп тураймыз. Суға піскен жұмыртқамызды жіңішке ұзыншалау етіп тураймыз. Барлығын бір ыдысқа салып, тұзымызды қосып, араластырамыз. Майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Салатымыз өте дәмді әрі оңай дайындалады, жасап көріңіздер.